And I can't wait till we can break apart to hit me if I seem a little unimpressed with this. An antisocial pessimist, but usually I don't mess with it. Қалайсыңдар достар, сіздермен Нұржан, мен бүгін сіздерге GTA Samp ойыны қалай жасау керек екенін көрсететін болам. Бұл ойынды жазу үшін ең біріншіден GTA San Andreas'тың өзі қажет. Егер де сізде бұл ойын бар болса, оны жазудың қажеті жоқ, тек қана Samp'тың версиясын жазсаңыз ғана болды. Ал егер де сізде GTA San Andreas болмаса, осы сайтқа кіріп, бұл сайтта мен осы видеоның астына ссылкасын жазатын болам. Сол ссылкаға басыңыз, басқаннан кейін осындай терезе шығады. Скачатқа апарып GTA-ны басасыз. GTA-ны басқаннан кейін міне осылай. Егер сізде торрент болса, торрент шығады. Медиагет болса, медиагет шығады. Содан кейін міне қаяққа сақтау керек екенін жазасыз. Бұны енді бұяқтан өзіңіз таңдайсыз, локальный дисктен бір папканы таңдай салыңыз. Бірақ қаяққа жазғаныңызды ұмытпаңыз. Себебі ол қазір 0.7 версиясын жазғанда керек болады. Мысалға мен Games'қа жаздым. Выбор папки дейсіз да, окей дейсіз. Сөйтіп бұяққа жаза береді. Енді бұл менде бар, сондықтан жазбаймын. Содан кейін GTA San Andreas жазылып болғаннан кейін барып скачаттан Samp 0.7 деген версиясын жазасыз. Бұл менде бар, міне тұр. Осыны ашасыз, жазылып болған тез жазылады, білмеңіз. Сосын да дейсіз. Обзор, сосын жаңа қайда жаздыңыз, сояққа басасыз. Сосын далее дейсіз. Сосын мияқтан жаңа Samp'тың ішіндегі жаңа чат қой мынау. Чаттағы жаңа сөздердің қандай стильде болатынын таңдайсыз. Times New Roman бар, Tacoma, Comic, Kansas деген стандартты таңдап. Times New Roman жақсы, мен ойымша. Сосын мынау қалғанда тұра берсін. Содан кейін мына галочканы алып тастаңыз. Бұл себебі бұл биндер дегенді көбісі білетін шығар, ойнап жүргендер. Биндер деген бұл жаңа фракциядағы адамдарға қажет, ішіндегі военныйларға, полицейскерлерге. Себебі ояқта көп жазуларда клавиатурамен жазып отпау үшін тез тек бір кнопка арқылы сол сөзді чатқа жаза салады. Енді бұл не үшін қажет екенін айтайын. Бұл галочканы алып тастаңыз, сіз биндерде қалай жаздыңыз, дәл солай чатқа апарады. Ал егер галочканы қойсаңыз, мысалға ағылшынша ми деп жазады ғой, ми дегенде сол орысша ми деп сөйтіп чатты бүлдіріп жіберетін бар. Сондықтан бұл галочканы алып тастаңыз. Егер биндерді қолданбайтын болсаңыз қолсыз болады әрине. Бірақ бұның қажеті жоқ, пайдасы жоқ. Пайдасы болғанда бұл не чатта тек қандай русский ма, әлде английский ма, казахский ма сондай нені көрсетіп тұрады, қандай клавиатурада тұрған. Сонда да алып тастауларыңызға кеңес беремін. Далее дейсіз, сосын мынау создать значок керегі жоқ. Сіз тағы да далее деп басасыз. Енді бұл менде бар, сондықтан қондырмайсыз. Енді осы GTA San Andreas'ты және Samp'ты жазып болғаннан кейін міне Samp'тың терезесі осындай болады. Осыны ашасыз, ашқаннан кейін міне осындай шығады. Мынеққа имя деген бұл ең бастысы ойындағы атыңыз. Соған кез келген бір атты жаза саласыз. Мысалға мен Gamer Nerd жаздым. Міндетті түрде нижний пробел арқылы. Бұл ойында нижний пробел көрінбейтін болады. Тек Gamer мен Nerd қана көрінетін болады. Айтпақшы, серверді кез келген мияқтан сервер Samp деп іздесеңіздер ауысып жазып кетті. Осы жақта бүкіл серверлердің IP-лері бар, міне қаптап тұр. Осылардың бәрін копировать етіп алып, мына мына галочканы басасыз да, осы жерге жазасыз, сосын окей дейсіз. Окей дегеннен кейін мына жерден сол жаңағы серверіңіз шығады. Негізі менің ойнап жүрген серверім бұл міне Titanium деген сервер. Titanium деген сервер. Осыны копировать етіп аласыз. Сосын мынаяққа енді дәл осыны емес, мен ойнап жүргенім ғой, просто сізге мысал ретінде көрсетіп отқанмын. Окей дейсіз. Енді бұл менде бар, бұл менде тұр. Сондықтан екінші рет бұл жерге шықпайды. Осы пайда болғаннан кейін міне жасыл кнопканы басасыз. Сосын ары қарай ойынға кіріп, сол жақта ойын беруіңізге болады. Егер сіздер қосылмай жатса, комментарийға жазыңыздар. Мен бәріңізге ответ беремін.
егер де осы видеоға 10 лайк жиналса, Absolute Roleplay Titanium серверіне обзор жасайтын боламын. Енді осымен видеомды аяқтаймын. Сіздерге қалай жазу керек екенін көрсеткен үшін лайк басасыздар деп ойлаймын. Арнама жазылыңыздар, қош сау болыңыздар.